Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен мен Динара, таргетолог, 3 жылдық стажы бар. Енді сіздерге осы соңғы болып жатқан обновление туралы түсіндіре кетейін. 2024 жылдан бастап осындай обновление болатыны негізі жаңа жылда мета компаниясы айтқан болатын. Одан кейін бізде сыбыс ретінде жүрді, бірақ іске асырылмаған еді. Осы айдан бастап іске асырылып жұмыс жасалып жатыр, бірақ Apple компаниясында, мета компаниясында іске қосылғаннан кейін кішкене глюктар болып жатыр. Негізі 30% налог ұстау керек, бірақ именно Apple телефондар арқылы 60% налог төлейтіндей шығып жатыр. Ол негізі глюк. Ол постепенно сіздерде реттелетін нәрсе. Алдағы уақытта осындай глюктарды реттейтін болады. Бұл Apple компаниясы. Енді мына нәрсені айтайын. Осы Apple компаниясының 60% налогынан айналып шығып, қалай біз процентсіз продвижение жасай аламыз. Продвигать кнопкасы арқылы біз қалай реклама шығара аламыз. Сол туралы айтайын. Біріншіден, оның бірнеше жолдары бар негізінен. Сіз кнопочный таргетолог немесе өз бизнесіңізге таргет шығарып жүрсеңіздер, былай жасайсыздар. Бірінші Samsung телефон арқылы инстаграмдарыңызға, инста аккаунттарыңызға кіресіздер. Сол жерден продвигать кнопкасына басу арқылы реклама шығара бересіздер. Ол жерде ешқандай проблема жоқ. Ал енді Samsung телефоны жоқ дейтін кісілерде былай жасасаңыздар болады. Apple телефондарыңыз арқылы, iPhone телефондарыңыз арқылы браузерге кіресіздер, браузерден Instagramды ашасыздар. Сол Instagram арқылы реклама шығара берулеріңізге болады. Ешқандай да ол жерде проблема болмайды. Мен сізге қазір оның қалай болатынын көрсетемін. Так, енді ол үшін ең алдымен неге кіреміз? Интернетке. Instagram аккаунттарыңызға кіріп аласыздар через браузер. Содан кейін реклама инструменты деген бар. Немесе бір постыңызды продвигать еткіңіз келсе, осыны басасыздар. Мысалы, мына постты мен продвигать еткім келіп жатыр. Продвигать Reels деймізде. И осы жерден өзіңізге қажетті сәлді таңдайсыздар. Маған мысалы сообщение жазғаны керек. Міне ары қарай. Далее дейміз. Өздеріңізге керек аудиторияны таңдайсыздар. Бюджет қоясыздар. $5 жақсы алып келуге болады. Көрдіңіздер ме, осы жерден осылай шығаратын болсаңыздар рекламаны, бұл жерде ешқандай да налог төлемейсіздер. Продвигать видео Reels деп бассаңыздар, уже продвижениеге кетеді. Бұл жерде налог ұстамайды. Уже проверкаға кетті.